Дін кемшіліктен тұрмайды. Дін кемел, дұрыс па? Өйткені оны жіберуші кемел да, Алла тағала. Оны ұстанушы адам нұқсан, кемшілік бар. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтып қойды. Адамдардың күнә істеуі бұл заңдылық, дұрыс па? Егер де адамдар күнә істеп өкінбейтін болса, тәубе қылмайтын болса, Алла ол қауым жоқ қылып жібереді дейді. Сөйтіп басқа бір қауым жаратады, ол Аллаға ешқандай не емес дейді, ауыр емес дейді. Бір қауым жаратады, олар күнә істеп, күнәсына өкінеді дейді. Демек, бүкіл адамзаттың қателесуі бұл заңдылық. Енді адамзат қателесіп жатқан кезде именно соның ішіне мұсылмандарды шығарып алып, міне мыналар қателесіп жатыр деу, бұл ақымақтық болады да. Өзіңде апандай тесік бар да, жыртық бар да, біреудің тесігін көріп қалып жатсың да бойындағы, киіміндегі да. Өзіңде мынадай жамау тұр. Мынадай кішкентай жер іліп кеткен да. Тесікке көреді деген ол. Сондай сияқты. Ал енді жаңа молданың айтқанын істе, істемеген істе, не дейді жаңа? Істеген істеме деген. Бұл жерде бірнеше мәселе бар ғой. Бұны былай тікелей түсінгенге басқа. Қудыртам деп түсінсең егер, қудыртуға оңай сөз әдемі. Айыптау тұрғысынан қарасаңыз. Молдаң істеген істемей ақ, ол өздері деген неғып жүр ғой, бүйтіп жүр ғой, осы сөйтіп жүр ғой деп. Жаңа ғалымның айтқандай ғой, сен өзің бір пәк адам құсап, осы бізге уағыз етпей ақ қойшы дейді да. Дұрыс па? Осы бір оқиға бар, пайғамбар мешіттің жанында болған. Сен бізге уағыз етпей ақ қой дейді. Өзің бір күнә істемейтін адам құсап, не дарылдап жатсың бізге деген кезде айтады ғой. Егер күнә істемейтін бір уағыз айту керек болатын болса, мына қабірдің иесі айту керек дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. А бұдан кейінгінің барлығы қателеседі дейді. Қателестік екен деп насихат айтпаймыз ба не сонда не? Жоқ, болмайды. Мен мысалға бір нәрсені істемейді екенмін деп насихат айт, мен тахажжуд оқымайды екенмін деп тахажжуд туралы айтпайды деген болмайды ғой. Менен естіген адам ол жақсы амал қылып кетуі мүмкін шығар. Мен духа намазын оқымайды екенмін деп духа намаз туралы, онда ешкім істемейтін нәрсесі туралы айтпайтын болса, онда діннің негізі не қалады сонда? Ештеңе қалмайды ғой. Сондықтан бұл бірінші жаңағы айыптау тұрғысынан түсінем деген адам, ол әркімнің өзінің ішіндегі жүрегіндегі дертіне байланысты ғой. Пожалуйста, айыптау тұрғысынан түсінем десең түсіне бер. Соның артынан әңгіме айта бер, бықсыта бер, айыбын іздей бер, бірақ бәрібір есеп беретін күн келеді бәріне.